И ишалқанды енді телефон звондаса ағам бірінші сол қолмен былай қояды, сосын кейін барып інілім сотканы жақындатады, солай сөйлеседі. Мына соткадан радиация страшно ұрады сіздерге. Мына ишалқан ұстап тұрып ұстасаңыздар ұрмайды екен, мен соны көрдім. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да менің немерем білесіздер гиперактивная, да, менің қызым теншиш қой, әлі үшін теншиш еді, туаса бір адамнан шығаса теншишкен ғой ол. Тойда бүкіл кісілермен общаться ете береді. Үйге келсең құлайды ғой қызым. Сонда өзі біледі уже, шешім ұстайды да. Апа дейді, ишалкамен арқамды тара дейді. Ишалкамен арқасын тарап, екі санына біздің браслетті тағып қоямын. Ишалкамен арқасын тарайын, арқасынан мынандай қара точкаларды алып шығады. Сосын кейін қызым кардиосепспен шай ішеді, кальций ішеді, ойнап кетеді. Сондықтан да біздің аппараттар өте күшті. Әсіресе ишалкан бәрің үйінде болсын. Енді қараңызшы, уколдың керегі жоқ, дәрігері жоқ сізге. Ишалкан бәріңізде болсын. Қай жерің ауырды, сол жерді тара. Дұрыс тара, кофтаңды шешіп таста. Мына етке ет тиіп тұрған кезде, етке ет тиіп тұрғанда ғана жұмыс жасайды. Көрдіңіздер ме? Ишалкан. Цек аппаратыңыз үйіңізде болса, сіздің үйде ешкім ауырмайды. Өйткені қан айналымыңызды реттеп тұрады. Энергия ян и ин, энергия ци. Больница инский энергияны емдемейді, янский энергияны ғана емдейді. Ал біздің өнімдерде, аппараттарда ин янды балансқа келтіреді. Энергетиканы айналымын балансқа келтіреді, қан айналымын балансқа келтіреді, браслетте. Мына браслет баласы, ишалкан ол мамасы, цек ол папасы. Домашний врачтар бұның бәрі. Домашний врачтар. Мынау ручной, мынауыңыз ручной цек аппарат. Мынау көп сөйлеген кезде, лекция оқыған кезде сол қолға тағам, өкпе. Яғни көп өкпең жұмыс жасайды. Өкпе, жүгіретін болсаңыз, жаңағы физкультурамен айналыссаңыз, сол қолыңызға тағып. Ал енді қан қысымы көтеріліп, давление тауға шығатын болсаңыз, мынау сол қолыңызға тағып алыңыз. Ал енді көп сөйлесеңіз, оң қолыңызға тағып аласыз. Мына өкпе, мына болса жүрек. Сондықтан да өзіңізді жайсыз сезінесіз бе түнде ұйықтайтын кезде? Мына жағыңызға тағып алыңыз. Сол кезде жүрегіңіз күшті жұмыс жасайды да, сіз күшті ұйықтайтын боласыз. Сондықтан да мен ең кереметтігі өзіңізден басыңдан өткермей нәрсені түсінбейсіздер. Мамамның больницадан шыққан кезде қолы бордовый, қап-қара, мына жері қап-қара, әбден инені тығып тамырын таппай, 2 рет 400 мың теңге төлеп есколапта жатып, обидно, үшінші ретінде дайындаңдар, жылқыңды дайындаңдар деп үйге әкеп тастаған болатын. Насылкамен шешемді. Шешемнің барлық жағы көкпенбек инвалидтер сияқты, көкпенбек наркомандар сияқты, ине тығып тастаған. Ал біздің ишалкамен ешқандай инесіз, ешқандай көгерусіз жазылады. Бір апай автобуста қалып қалды, 92-ші автобуста. Скорый, врача, есть среди вас медиков дегенде жүгіріп барып, жаңағы апаны Алахан ишалканмен, тарап ишалканмен постоянно жүреді осынкамда. Ана апаны тірілтіп алдық жаңағы. Тілінің астына мозговой кальций септімді тірілтіп алдым. Сол апам қазір мен потребителім только кальций алып ішеді, мозговой кальций. Сонда ол кісі сахарный диабет екен. Сол кезде скорый жоқ. Мен мынау ишалкан көмектесті ғой соғанша. Анау рахметін айтқан кезде сахарный диабет екен ол кісі. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да қаншама мыңдаған адамға көмегіңіз тиеді. Қаншама адамға алғысын аласыз, қаншама адамның сауабын аласыз. Сондықтан да біздің ишалкан, біздің цек аппараты бар адамдардың үйінде ешкім ауырмайды. Цек аппаратында 15 минут стоя тұрған адам 5000 километр жүгіріп келгенмен тең. Сіздің мына бүкіл точка табаннан лимфа жүйелері сіздің табаныңыздан бастап бұлай лимфа жүйесі көтерілу керек бұлай. Сол кезде сіздің миыңызға, ми қыртысындағы сигналға беруіне ықпал етеді да, сіз жүрекке сіз жаңа нагрузка емес, жүрекке жеңілдік жасайсыз. Сол жеңілдікті біздің цек аппарат жасайды. Сондықтан да цек аппаратта, ишалканда, біздің браслетте, бұлардың барлықтары сіздің қан айналымыңызды ретке келтіріп, энергия ци, ян мен иннің қосындысы, энергия циді балансқа келтіреді. Біздің ишалкан, біздің цек аппаратта ешқандай компания подделка жасай алмаған. Біздің жаңа қазір бір таба аяққа қоятын аппараттар шығып жатыр ғой, басқа бір компаниянікі. Қазақстаннан шығып жатқандар болып жатыр, ол тура біздің цек сияқты жаңағы 150 меридианды ашып, 150 ағзаңа укол салмайды.
біздің цирк аппаратымыз 150 табаныңыздағы 150 меридианда уколын салып, рефлексотерапия, иглотерапия, вибрационный терапия жасайды. Ал енді мынау ишаукамен бетіңізді тарасаңыз, бетіңіз әдемі болады, әжімдеріңіз, шашыңды тарасаңыз, шашыңыз шығады, әппақ шашыңыз. Ерінбей күнде мамам сияқты 15 минут тараңыз шашыңызды, шашыңыз қап-қара болады. Кімде варикоз, осыны тараңызшы, варикозыңыз жоқ болады. Қай жеріңіз ауырды, сол жеріңіз тараңызшы, момент қойғызады. Грыжалар әсіресе, әсіресе варикоздар, және жаңағы опухольдар всякий, міне көмектеседі. Ешқандай скорийсіз, больницасыз, дәрісіз, уколсыз аяғым жарылған кезде осы ишаукамен біздің шай, сосын кейін зубный паста болды. Осымен ақ мен ішке само собой ішіп отырдық қой. Осындай мықты көмегі тиеді. Ал енді қараңыздар, бұл енді денсаулықтарыңыз үшін. Қан айналымыңызды қалыптастыру үшін, энергияны балансқа келтіру үшін осы цирк ишаукан аппаратын қолданыңыздар. Ал Сильварис сіздерге әдемі болу үшін, ботоксқа пәленбай миллиондаған ақшаны құртқанша, ағзаңа зиян келтіргенше, Сильвариспен 15 минуттың ішінде әп-әдемі беттеріңіз жылтырап жүретін боласыздар. Баршаларыңызға тыңдағандарыңызға рахмет. Көп-көп, кішкене болса да сіздерге көмегіміз тисе, біздің бүгінгі үшеуміздің біз қуанышты боламыз. Адамзатқа жақсылық жасап жарысайық, достар. Сау саламатта болыңыздар, келесі зымда кездескенше. Мен сіздерді жақсы көремін. О, рахмет Дана ханым. Не деген